Бүгін сіздермен шахзаттан үй жағдайында 15 минуттың ішінде ерекше дәмді болып шығатын, ерекше тәсілмен осындай десерт дайындайтын боламыз. Міндетті түрде дайындап дәмін көріңіздер, қыздар. Рецепті жоғалтып алмау үшін өздеріңізге сақтап, маған тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен бізге кез келген пайыздағы сүт қажет болады. Сүтімізді түбі қалың ыдысымызға құйып, үстінен бір Қазақстан шоколадын салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай 100-150 грамм қантымызды қосамыз да, барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің сүтіміз қайнап, ішіндегі Қазақстан шоколады толықтай еру керек. Және де 1-2 ас қасық осындай какао порошогын қосып жіберсеңіздер болады. Тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығы біркелкі болып қайнаған кезде 10 грамм агар-агарды қосып, тағы да барлығын венчикпен біркелкі болып біріккенше араластырамыз. Арасында ешқандай да гіртік, түйіршіктер қалмау керек. Агар-агарымызды қосқаннан кейін ұзақ қайнатпаймыз. 1-2 минут қайнатамыз да, газды өшіріп, өзімізге ыңғайлы ыдысымызға осы дайын болған десертімізді құйып аламыз. Мен сүтіміздің коробкасын осылай беткі жағын кестімді. Дайын болған десертімізді құйып, 4-5 сағатқа тоңазытқышқа алып қоятын боламыз. 4-5 сағаттан кейін біздің десертіміз толықтай қатады. Өзімізге ыңғайлы бөлшектерге кесіп, балаларымызға ұсынатын боламыз. Дәмі енді ерекше болып шығады. Дәмі қыздар шоколадный мармеладқа ұқсайды. Ерекше бір шоколадный пудинг деп айтсақ та болады.